Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай екі ғана заттан жасалатын витаминге толы өте пайдалы салатты жасайтын боламын. Бізге керегі қайнатылған піскен свеклы бір үлкен және де 3 түйір сарымсақ, яғни чеснок қажет болады. Міне чеснокты да осылай майда жағымен өткізіп, одан соң бір қасық майонезге араластырып, күнделікті асқа, тамаққа қосып жесеңіздер, өте керемет салат. Гемоглобинді көтереді, иммунитетті көтереді, өте керемет салат. Күнделікті тамаққа жасап көрсеңіздер болады. Мінекей, осылай дайын болды. Енді тамаққа қосып жеу беруге болады. Сіздерге ұнаса жасап қараңыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, керемет. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.